Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сөз таптары. Сөз таптары дегеніміз тілдегі сөздің лексикалық мағынасына, морфологиялық түрленуіне, синтаксистік қызметіне қарай топтарға бөлінуін сөз таптары дейміз. Сөз таптарының 9 түрі бар. Олар зат есім, сын есім, сан есім, етістік, есімдік, істеу, еліктеу сөздер, шылау, одағай. Осының сөз таптарының тек біз бастауыш сыныпта 4 түрмен танысатын боламыз. Зат есім заттың құбылыстың атын білдіреді. Кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, Әйгерім далада ойнады. Кім далада ойнады? Әйгерім. Зат есімді кім сұрағы қою арқылы тауып отырмыз. Тағы да мысал келтіретін болсақ, мысық далаға шықты. Не далаға шықты? Мысық. Мысық деген сөз, міне балалар, зат есім. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімнің сұрағы қандай, қай? Мысалға, қызыл көйлек. Қандай көйлек? Қызыл көйлек. Әдемі ойыншық. Қандай ойыншық? Әдемі ойыншық. Сүйкімді, ұзын, қысқа. Осының барлығы балалар сын есімге жатады. Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін, шама-шарқын, ретін білдіреді. Сан есімнің сұрақтары қанша, неше, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, Айдос 5 рет секірді. Айдос неше рет секірді? 5 рет. Неше деген сұрақ арқылы балалар 5 деген сөзді тауып отырмыз. Міне бізде 5 деген сөз сан есім. Етістік. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, Арман далада ойнады. Арман не істеді? Далада ойнады. Ойнады деген сөз міне балалар бізде етістік болады. Әйгерім ән айтты, биледі балалар. Не істеді деген сұрақ қоямыз да? Биледі, ән айтты. Осы сөздер балалар бізде етістік болады. Жүгірді, секірді, ойнады деген сөздердің барлығы балалар етістік. Назарларыңызға рахмет балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.